Саламатсыздар ма оқушылар, бүгін бізде 2-ші сыныптың қазақ тілі сабағы 71-ші сабақ. Сабағымыздың тақырыбы сөз құрамы, түбір мен қосымша. Бүгінгі сабақта түбір мен қосымшаны ажырата аламыз. Тақырыбы бойынша мәтін мазмұны. 27-ші жаттығуға қарайық. Суреттер берілген. Суреттерге қара. Түбір мен қосымшаның өзгешелігін тауып көр. Түбір сөздерде мағына бар ма? Қосымшада ше. Содан соң өзің қорытынды жаса. Өз қорытындыңды төмендегідей мәліметтермен салыстыр. Олай болса, ең бірінші сөздерге мұқият қарайық. Бірінші сөз палуан. 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 Бұл түбір сөз, е? Келесі палуандар. Палуан сөздің мағыналы бөлігі. Дар бұл қосымша. Келесі шаңғы. Шаңғы түбір сөз, мағынасы бар бөлігі сөздің. Келесі шаңғышы. Шаңғы деген аяққа байлайтын спорт құралы болу еді. Шаңғышы ол адамға айналып кетті. Яғни сөздің мағынасы өзгеріп. Енді қорытынды жасайық. Палуан және дар. Палуан деген сөздің мағынасы бар, дар деген қосымша. Бұл мағынасы жоқ. Түбір сөзге жалғанып, яғни бір емес екі палуан екенін білдіріп тұр. Палуандар. Келесі шаңғы. Шаңғы бұл құрал еді, спорт құралы еді. Шаңғышы адамға айналып кетті. Яғни сөздің мағынасы бұл жерде өзгерді, шаңғышы. Сөздің мағыналы бөлігі шаңғы. Шы деген бұл оған жауап. Қосымша. Енді осыны қорытындылай келе, ережеге мұқият қарайық. Сөздің одан әрі бөлінбейтін мағыналы бөлігін түбір немесе түбір сөз дейміз. Мысалы, дәптер, жыл, спорт, палуан. Сөздің түбірге жалғанған бөлігін қосымша дейміз. Мысалы, дәптерді. Түбірі дәптер, қосымша. Жылдар. Жыл түбірі дар, қосымша. Спортшы. Спорт түбірі шы, қосымша. Палуандар. Палуан түбірі дар, қосымша. Яғни біз жаңадан бері салып жатқан мына белгі бұл түбірдің белгісі. Тағы да қайталап айтамыз, ол сөздің одан әрі бөлінбейтін мағыналы бөлігін түбір немесе түбір деп айтамыз. Ары қарай 28-ші жаттығуға қарай. Тақырыбы бойынша мәтіннің не туралы екенін болжа. Мәтінді тыңда. Шаңғы жарысында. Яғни аты айтып тұр, шаңғы. Бұл мәтін шаңғы жарысы туралы, шаңғы ойыны туралы деп солай босатып. Ертең жарыс болды. Келесі күні жарысқа қатысатындарды сапқа тұрғызған мұғалім. Бүгінгі жарыста сендерден жаңа рекорд күтеміз, деді. Жарыс басталды. Тәуке бірден алға түсті. Бірақ орта жолда Ержан Тәукені қуып жетіп қалды. Тәуке де алға ентелеп, аяқты ышқына сілтейді. Бірақ Ержан сонда да қалсатын емес. Тәукенің қасынан зу етіп өте шықты. Ол алдағы тау жотасының ортан беліне жетті. Әрі қарай тырмысып өрлей бастады. Бұл кезде Тәуке де тау жотасына іліккен еді. Бірақ өзінің әлсіреп қалғанын енді айқын сезді. Көз алдында рекорд, рекорд деп шулаған балалар елестейді. Мәтінде не туралы айтылған дейді? Мәтінде аты айтып тұрғандай шаңғы жарысы туралы айтылып. Енді былай дейді. Мәтінді өзің әрі қарай бастыр. Тәукенің бұдан кейінгі әрекеті қандай болады деп ойлайсың дейді. Тәуке тау жотасына іліккен еді, бірақ өзінің әлсіреп қалғанын енді байқағанын сезді. Көз алдына рекорд, рекорд деп шулаған балалар елестейді. Осы кезде Тәуке бар күшін жинап алып, Ержанды басып озуға тырысты. Ол күшін жинағаннан кейін алға қарай зуылдай жөнелді. Осы кезде Тәуке Ержанды қуып жетіп қалғанын байқады да, одан әрі күшін жинап, қуып жетіп алуға тырысты.
Тәуке ойынның соңында мақсатына жетіп, жаңа рекорд орнатты деп жалғастырып көрсеңіздер болады. Әркім өзінше осы мәтінді жалғастырып көресіздер. Енді былай дейді: мәтіндегі қарамен жазылған сөздердің түбірі мен қосымшасын ажырат, сол сөздерді көшіріп жаз дейді. Бұл жерде қарамен жазылған бірнеше сөздер бар, жарыс, және жарысқа, тәуке, тәукені, тәукенің, енді бұл жерде біздер түбір мен қосымшаны ажыратуымыз керек. Қарайық, жарыс. Бұл түбір сөз, осылай белгілеп жазамыз. Енді жарысқа. Жарыс түбірі қа, қосымша. Тәуке, адамның аты, баланың аты, ол түбір сөз, тәуке. Тәукені, тәуке түбірі ні, қосымша. Тәукенің, тәуке түбірі нің, қосымша. Міне біздер түбір мен қосымшасын ажыраттық. Дәптерімізге осылай жазбақпыз. Ары қарай 29-шы жаттығуға қарайық. Өлеңді жатқа жаз дейді. Зуылдайды зырқырап, маңдайынан тер бұрқырап, шаңғым асар шаршамай, бір қыраттан бір қырат. Өлеңдегі қарамен жазылған сөздердің түбірі мен қосымшасын ажырат дейді. Қарамен жазылған сөздер: маңдайдан, шаңғым, қыраттан. Міне үш сөз қарамен жазылып тұр. Енді түбірін ажыратамыз. Маңдайдан. Түбірі маңдай. Дан қосымша. Шаңғым. Шаңғы түбірі мы қосымша. Қыраттан. Қырат түбірі тан қосымша. Міне біздер үш сөздің түбірі мен ажырат. Ары қарай 30-шы жаттығуға қараймыз. Тәжірибе жаса. Орманшы сөзінің негізгі бөлігін қағазбен жабылмай қалған бөлігін оқып көр. Қалай ойлайсың? Бұл бөліктің жеке тұрғанда мағынасы бола ма? Зерттеу барысында сөздің түбірі болатынына, ол сөз мағынасын сақтап тұратынына көзіңді жеткіздің. Қосымшаның жеке тұрғанда мағына бермейтінін білдің. Мысалы, орманшы сөзінің негізгі бөлігін қағазбен жап. Мысалы, орманшы. Негізгі бөлігі, яғни міне орман деген сөзді біздер қағазбен қоссақ, ш деген бөлігі болады. Ш деген бөлігін жеке тұрып оқып қарайықшы, ш. Бұл сөздің мағынасы жоқ. Ал орман деген бөлігінің мағынасы бар. Яғни бұдан шығатын қорытынды қосымша жеке тұрған кезде ешқандай мағына бермейді. Бұл түбірге жалғанады. Ары қарай 31-ші жаттығуды хабарландыруды оқы. Хабарландыру. Құрметті оқушылар, ертең 14-ші ақпан күні сағат 15:00-де мектептің акт залында Қуыршақ театрының қойылымы болады. Көру тегін. Сұрақтарға жауап берді. Хабарландыру кімдерге арналған? Хабарландыру бұл жерде оқушыларға арналған. Өйткені бұл жерде нағыл деп тұр, құрметті оқушылар. Жауабын жазамын. Хабарландыру оқушыларға. Хабарландыруда не туралы жазылған? Хабарландыруда Қуыршақ театрының қойылымы болатыны жазылған. Келесі сұрақ. Қойылымның уақыты, орны нақты көрсетілген бе дейді. Көрсетілген, өйткені былай дейді. 14-ші ақпан күні 15:00-де Қуыршақ театры өтеді. Көру тегін. Мектептің акт залында дейді.
яғни қойылымның уақыты мен орны нақты көрсетілген. Хабарландыруды жазған кім? Міне ең соңында хабарландыруды жазған мектеп әкімшілігі. Сонымен балалар, бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Сабақта кездескенше сау болыңыздар.